Сәлем достар! Бүгін сіздерге қыстырғыштармен бірнеше ойын түрлерін көрсететін боламыз. Картон қағазға пішін беріп, қыстырғыштардың түсіне бояп аламыз. Сосын балаңызға түстерге бөліп қыстыруын сұраңыз. Екінші әдіс губкаларды ұсақтап кесіп алып, қыстырғыштардың көмегімен екінші ыдысқа ауыстыруды сұраңыз. Ойынды балаңызға қалай ойнау керек екенін көрсетіп, әрі қарай өзіне беріңіз. Үшінші әдісімізде кез келген қалаған жануар, өсімдік суреттерін салып, әсемдеуге беріңіз. Мен күн, қызылша, бұлт, шырша және кірпі суреттерін дайындап алдым. Бұл ойындардың барлығы сенсорлық моториканы, тіл байлығын дамытуға ықпал етеді. Егер де қыстырғыштар мен басқа да ойын түрлерін білетін болсаңыз, комментарийға жазып бөлісе отырыңыздар. Осындай басқа да қызық ойын түрлерін арнамнан таба аласыздар. Егер видео ұнап жатса, лүпіл басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше сау саламат болыңыздар.